кәдімгі қазақтың ең қаймағы десек болады, сырдың бойы. Сол қазақтың қаймағы тұратын мекенде неге осы ғалымдардың потенциалын пайдаланбасқа? Біз үшін, сіз бен мен үшін біреу ойланылмау керек. Біреудің айтқан сөзімен жүрмеу. Сіз де, мен де ана тұлғада, мына тұлғада өз ақыл ойына салып қарау керек бұл мәселені. Салты, дәстүрі, мәдениеті, бәрі тілі де өте жақын ел, бауырлас елдер. Көрдіңіздер ме, арасында соғыс болып, тіпті қақ бөлініп жатқан. Осы нәрселер болдырмау үшін. Қызылорда облыстық қоғамдық даму басқармасының келісімімен ғылыми сарапшылық кеңес өз жұмысын бастады. Кеңестің мақсаты аймақтағы діни араздықты және өзге де шиеленістерді болдырмау. Кеңес құрамы діни ахуалды, ақпараттық түсіндірме жұмыстарын, методикалық көмек көрсетуді, рухани иммунитетті жақсартуға тікелей жұмыс жасайды. Қызылорда облыстық қоғамдық даму басқармасының дін мәселесін зерттеу орталығының жанынан бүгінгі күні дінтанушылардың ғылыми сараптамалық кеңес құрылды. Кеңесте облысымыздың белгілі ғалымдарымен және де дәстүрлі дәріптеуші тұлғалармен және де өңіріміздің діни бірлестік өкілдерімен жабдықталған. Біріншіден, бұл кеңестің алғашқы міндеті осы діни экстремизм алдын алудағы шараларға арналған әдістемелік құралдарды әзірлеу және осы бағыттағы жұмыстарға заманауи жаңаша әдіс-тәсілдерге қол жеткізу болып табылады. Көптеген әдебиеттерде шығып жатыр. Және де осы әуесқой адамдар да бар. Осы дін жолында жүрген осы тақырыпта еңбектер жазған сараптамалық мүшелері осы еңбектерге, кітаптарға талдау жасап, және онан туындайтын кейбір мәселелері жөнінен түсініктеме беріп, егерде теріс пиғылды, экстремистік пиғылдағы жазылған еңбектер болатын болса, оларға тосқауыл қойып, және ондай еңбектердің жазылмауының алдын алуға жұмыс жасайды. Ғылыми сарапшылық кеңестің құрамы дін, философия, педагогика, психология және тарихшы ғалымдармен жасақталған. Мәселе туындады. Ғалымдар жиналып, осының шешу жолдарын айтып, енді бізде қарап тұрсаң, ауылдағын ауылсастық деп көп ғалымдарымыз мойындалмай келді осы уақытқа дейін. Ол әлде де сондай нәрсені айту керек. Біздің сырдың бойында не бір майталман жігіттер бар, азаматтар бар, не бір ойшылдар бар. Неге солардың потенциалын осы өзіміздің 97% аса кәдімгі қазақтың ең қаймағы десек болады, сырдың бойы. Сол қазақтың қаймағы тұратын мекенде неге осы ғалымдардың потенциалын пайдаланбасқа? Ары қарай енді біз жеке басымыздың болмаса бір осы мекеменің мүддесі үшін ғана емес қой, бұл ұлттың болашағы, жастарының болашағы үшін, әділетті Қазақстанның ары қарай әділетті расында өрбіп, жемісін беру үшін, сол үшін енді жасалып жатыр. Абай атамыз айтады ғой, ниетке байланысты дейді. Егер біздің ниетіміз дұрыс болса, онда аяғы иншалла дұрыс болады деген сенімдемін. Кеңес өз құзырет шегінде мемлекеттік мекемелерден өзіне жүктелген міндеттерді орындау үшін қажетті ақпаратты, құжаттар мен материалдарды сұратуға. Кеңес отырысында кеңес құзыретіне кіретін мәселелер бойынша мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдардың өкілдерін тыңдауға. Кеңес құзыретіне жатқызылған нақты проблемалар мен мәселелер бойынша ұсыныстар тұжырымдау мақсатында жұмыс топтарын және комиссиялар құруға. Өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға құқылы. Мемлекет ешкімге кіріп, жеке адамның өміріне араласа алмайды ғой. Сен мына дінді ұстан, сен мына дінді ұстанба деп. Осы ретте біз кеңес осы жұмыстарға қалай әсер етуге болады? Енді ғалым азаматтар болғаннан кейін басым көпшілігі осы халықпен жұмыс жүргізетін, халықтың арасында жүргеннен кейін халықтың қазіргі жағдайдағы мынау ойы қайықта болып тұр, осылардың барлығын түйістіретін бір талқыға түсе алатын үлкен алаң болып тұр.